Үй жағдайында кремді қалай жасаймыз? Видеоны соңына дейін қараңыздар. Енді біздің ыдысымызға сүт құямыз, үстінен қант саламыз. Барлығын венчиктің көмегімен бір рет араластырамыз. Содан соң үстіне 2 дана жұмыртқа саламыз. Енді біздің массамыздың үстіне кукуруз крахмалын саламыз. Барлығын венчиктің көмегімен араластырамыз. Енді біздің массамызды орташа отта 1 немесе 2 минут көлемінде тоқтаусыз араластырып алатын боламыз. Қоюланып крем дайын болды мінекей. Тағы да бір рет араластырып, тексеріп аламыз. Ішінде ешқандай түйін жоқ. Үстінен қалауыңыз бойынша шоколад салуыңызға болады, бірақ міндетті емес. Енді біздің кремді суытуға алып қоямыз. Осындай сұйықтау болады. Суығаннан соң қоюланып, өзінің формасын ұстайтын болады. Енді біздің кремнің үстін осындай пищевой пленкамен жауып қоямыз. Ешқандай ауа кірмеуі қажет. Бөлме температурасында 1 немесе 2 сағат көлемінде суып дайын болады. Мінекей біздің крем дайын болды. Қоюланып, өзінің формасын ұстаған. Бұл кремді көбінесе балды тортына, Наполеон тортына және де кез келген десертке қолдануыңызға болады. Мінекей осындай қою болып шықты. Мінекей достар, біздің крем дайын, өз формасын ұстап әдемі болып тұр. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Үй жағдайында өте қолайлы крем және де өте қою болып шықты. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода біз сіздермен фриз мясом жасаймыз.